Сиқырлы әлемге қош келдің. Осындай қызықты ертегілерді тыңдай беру үшін тіркеліп қолдау көрсет. Қазір ертегі басталады. Айбала тау ішіндегі батыр қыз. Баяғыда қазақ даласында, тау мен өзеннің ортасында кішкентай ауыл болыпты. Бұл ауылда Айбала есімді қыз өмір сүріпті. Ол кішкентай күнінен бастап атқа мініп, садақ атып, жыр тыңдап өскен екен. Оның бойында ерге тән қайсарлық, ақыл мен әділетке деген сүйіспеншілік бар еді. Әкесі ауылдың батыры, анасы емші болған. Айбала бала кезінен ер балалармен бірге жарысып, атқа шабатын батырлық туралы жырларды жаттап өскен. Бір күні ауылға үрей әкелген хабар жетеді. Тау жақта белгісіз қара көлеңке жаратылыс пайда болыпты. Ол әр түн сайын таудағы қойларды ұрлап, ауыл маңындағы бақтарды өртеп кетеді екен. Ауыл адамдары қорқа бастайды. Ерлер бірімен бірі кеңесіп, бірақ ешкім батылы жетіп тауға бармайды. Сонда Айбала орнынан тұрып, егер ешкім бармаса, мен барамын дейді. Қыз баласы не істейді? Дейді үлкендер. Бірақ Айбала тоқтамайды. Әкесінің ескі сауыты мен қылышын киіп, анасының берген қорғаныс шөбін мойнына тағып, атына мініп тауға аттанады. Тау ішінде қалың тұман, айнала тып-тыныш. Айбала жолда келе жатып, бір үңгірге тап болады. Сол үңгірден қара түтін шығып тұрады. Ол жақындағанда іштен дәу қара айдаһар шығады. Оның көзі оттай жанады, дауысы жерді дірілдетеді. Айдаһар сөйлей алады екен. Кімсің сен, кішкентай ғана қыз, қорықпай келдің бе? Айбала батыл үнмен, мен қорықпаймын, мен Айбала. Бұл жер сенің емес, елдің жері. Қайт, болмаса күресеміз, дейді. Айдаһар таңырқап қалады. Ол бұрын ешкімнен мұндай сөз естімеген. Ашуға булығып от шашады. Бірақ Айбала қорғаныс шөбін қолына алып, оттан аман қалады. Сөйтіп қылышын суырып, айдаһармен күреседі. Күрес ұзаққа созылады. Айдаһар қанша от шашса да, Айбала шапшаң айлакер. Соңында Айбала айдаһардың көзін тұмандатып, қылышымен оның мойнындағы тасты шегелейді. Сол тастың ішінде айдаһардың күші екен. Тас жарылып, айдаһар әлсірейді де жойылып кетеді. Айбала таудан аман есен оралады. Ауыл халқы оған таң қалып, қуанып қарсы алады. Барлығы
біз сенен үйрендік. Батырлық тек жігітке тән емес, жүрекке тән қасиет дейді. Сол күннен бастап Айбала елдің батыр қызы атанады. Оның ерлігі жайлы жырлар айтылып, қыз балаларға шабыт береді. Ол кейін жастарды батырлыққа, әділетке үйрететін ұстаз болады. Соңы